Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін бізде, машалла, жарты жылдан бері күткен қонағымыз, Азамат Скаков мырза. Қалайсыз, амансыз ба? Шүкір, рахмет. Машалла, сізді Шақырғаныңызға тыңдаймыз деп жарты жыл келістік қой почти, иә? Жарты жылдай болды, машалла. Енді бір қайырлы эфир болсын, Құдай қаласа, сізден бастасақ, өзіңіз айтып берсеңіз бізге. Бүгінгі тақырып жалпы барлығымызға қиын тақырып. Өйткені ол нәпсінің тақырыбы, желанияның тақырыбы, ерте тұру, өз-өзіңді тәрбиелеу, самоконтроль деген нәрсеге кірсек, Құдай қаласа, бір сол бір мықты тақырыпта бір практичный лайфхактар берсеңіз. Сіз, мен естідім, соңғы 12 жыл, соңғы 10 жыл, таңғы уақытта тұрасыз, бірақ сапарларда өзіңізге рұқсат бересіз ұйықтауға. Сосын соңғы 10 жыл ол тек қана таңда тұру емес, азекеңде тағы да плановое обследование жасап тұрасыз соңғы 10 жыл, өз-өзіңіздің постоянно бір определенный чек-листіңіз бар, орындап отыратын. Вот соның барлығын орындауға, 10 жылда жалықпауға көмектесетін нәрселер қандай? Окей. Бір кісі алдында менің неме, анау физиогномика дей ма, не дейді, жүзіңе қарап талдайтын. Біздің біреу жіберіпті, бір ханым талдап жатыр екен мені өзінің стористарында. Мен белгілемеген, бірақ мен ойлап қалдым, ана мені жамандап жатқан шығар деп. Бірақ мақтап жатыр екен, бүйтіп бастаған екен, жаңа біз жолдасымыз екеуміз, бұл кісінің фанатымыз, біз бұл кісіні ютубтан тыңдаймыз нәрсе деп. Сосын ол кісі айтып жатыр екен да, жаңағы енді құлағым мынандай, ол мынаны білдіреді, көзім мынандай, ол мынаны білдіреді, бір нәрсе маңдай, жаңағы маңдайымдағы қарап, енді мақтаған, енді әбден мақтаған, Алла разы болсын. Жаңағы ғылымға қызығады, тұрақты ғылым зерттейді, бір нәрсе маған жағымды сөздер айтыпты. Маған қызық болғанда бүйтіп айтты да. Тісінің түзу болғаны және қатарының жаңағы мынандай болғаны бұл кісінің мынандай несін білдіреді деп мақтапты да. Мен ойлаймын да, бұл кісі білмейді ғой, мен брекет салдырып түзетіп алғаным деймін да. Бұл сол как раз 10 жыл бұрын 2016-да басталды. 2016-да, сондай уақыттарда басталды. Сол кезде мен енді астыңғы тісім сәл қиысықтау болған. Содан кейін барып брекет салып түзетіп алғам. Брекет салып 1,5 жыл жүрдік. Одан кейін сол уақытта мен де былай басталған, жаңа 6 ай сайын тісіме барам. 6 ай сайын ештеңе болмаса да, Құдайға шүкір, соңғы 3 жыл мүлдем ештеңе жоқ, Аллаға шүкір әйтеуір. Андай ештеңе тазалаудың, жаңағы ештеңе реттеудің де керегі жоқ, просто тазалап береді. Болды, сонымен кетеміз. Бұл тұрақтылық маған сондай нәтижелер берді. Бірақ менің үлкен бір маған бұл тақырыпта көмектескені, андай бір Саймон Синектің кітабы бар, жаңа бесконечные игры деген. Игра деген Games деген кітабы бар. Finite and Infinite Games деген. Сол жерде ол айтады да, играны бесконечный деп қабылда, нәтиже үшін ойнама деп. Мен бүйтіп, кәдімгі мен дұға етем былай. Аллахым, мен 90 жасыма дейін, қазір менде аптасына 6 күн спорт, мен дұға етем, Аллахым, мен 90 жасыма дейін аптасына 6 күн спортпен айналыса алатындай маған не бер деп ше. Денсаулық бер, шифа бер, күш бер деп. Бұл андай бұл бесконечный игра, неге өйткені мен чемпион болайыншы деп сұрамадым елден, білмеймін, денем әдем болсыншы деп сұрамадым, денсаулығым мықты болсыншы деп емес, 90 жасыма дейін жасауым керек. Енді бұл, егерде мен ойлаймын, егер мен бұны 90 жасыма дейін жасай алсам, чемпион болу да мүмкіндік өзімен өзі келетін шығар да. Кейбір жерде сіз нәтижеден қаша алмайсыз, нәтиже өзі келеді, артынан қуып жүріп жетеді деп. Сондай нәрсе, бесконечный игра болған үшін мен нәтижеге байламағаным үшін. Мен мынау үшін істемеймін, спортпен чемпион болу үшін айналыспаймын мен. Істеу үшін істейсіз ғой? Істеу үшін істеймін. Машалла. Негізі мидың өзінің сондай бір қасиеті бар. Ми деген бір андай линейный компьютер сияқты жұмыс жасайды ғой. Мысал үшін, миға бір задача, мақсат берген кезде, мынандай. Қолыңды көтер, суды ал, суды жақындат аузыңа, іш деген кезде, мида линейно барлық нәрсе логикалық тұрғыда дұрыс болғаннан кейін ол нәрсені идеально істейді да. Адамда бағанағыдай тревога пайда болмайды. Неге? Өйткені барлық істеп жатқан істің барлығы өзінің контролінде тұрады да. Өзі қадағалай алады. Дәл қазір істеймін десе істейді, істемеймін десе істемей қоя салады. Бағанағыдай соңғы нәтижеге байлаған жерде, ол жерде уже ғайып бар ғой, ол жерде уже третьи лица есть, ол жерде Алланың қалауы бар, ол жерде от тебя независящих факторов очень много. И сол жерде адамда тревожность басталады. Машалла, негізі шынайы, өзіңнің өміріңе бір әдет қалыптастырғың келетін болса, бірінші қадам максимально мгновенно жасалатын әрекетке шейін
жеңілдету ғой. Иә. Иә. Машалла, керемет. Тура сіз анау айтасыз ғой, негізі инстаграмда да көп айтасыз ғой, жаңағы нәтижеге нетпе, ля хауля уа ля қувата илля билля десек, алланың қалауынсыз ештеңе болмайтын болса, психология толы соны айтып жатыр да, бірақ ана айналып болып келеді да. Ана жақта бір сөзбен айтуға болатын еді, бірақ мен бір осы тақырыпта күшті бір ұстазбен сөйлестім. Как раз сондай бір осыдан бір 3-4 жыл бұрын мен ана психология вай деп ана сен кітабын жазып сөйтіп жүрген кезде ішімнен кішкене қынжылып жүрмін, ұялып жүрмін. Өйткені неге азамат тұрып айта салмайсың деймін да, ля хауля уа ля қувата илля билля де, алланың қалауынсыз ештеңе болмайды де, қалған бәрін забей деп неге айта салмайсың деймін да. Сен неге бұны ойбай там психология, психотип, генофонд бір бәле деп жүрсің. Сөйтіп ұялып жүрмін. Сөйтіп мен бір ұстазбен кездесіп қалдым, қатты құрметтейтін ұстазым, баяғыдан қатты тыңдайтынмын. Екеуміз бір таңғы аста жолығып қалдық. Сөйтіп Орал қаласында, ол кісі сонымен немен келген екен. Соны сұрадым, аға, мен осындай зерттеп жүрмін. Как раз ол кісінің ана әңгімесін білемін, мен ол кісі психологияны жақтырмайтынын білемін. Өйткені ол кісінің бір әңгімесін айтып, психология ол неден шыққан, жаңа Европадан шыққан, исламға қарсы деп сөйтіп неткен. Алып соны сұрадым, аға, алсам да сұрайыншы. Мен қазір сол нәрсені зерттеп жүрмін. Осылай. Сіз қарсысыз ау деймін дедім. Ол кісі күшті жауап берді. Әзеке де былай деді. Егер де сен қазір аятпен, хадиспен айтатын болсаң, сені белгілі бір жамағат тыңдайды, белгілі бір ауқымды адамдар тыңдайды. Мынау психологиямен айтатын болсаң, бір жамағат тыңдайды. Әртүрлі несі бар дейді да. Егер де мен мына алаңда айтып жүрсем дейді, жаңағы аятпен, хадиспен, онсыз да жүрегіне исламға ашық адамдар, онсыз да мені тыңдайды дейді да. Бірақ мынау жамағат мен тыңдамайды олар дейді. Олар мені тыңдамайды. Оларға бүйтіп айту керек. Білмеймін, мынау бүйтіп айтып, мынау сөйтіп айтты деген сияқты. Егер соны сенің ниетің андай болса, білмеймін, психологияның бір структурасымен алып келіп, соны исламға жалғай алатын болсаң, Аллаға жалғай алатын болсаң, онда керемет қой дейді. Ниетің дұрыс болса болды дейді. Сосын анда өзіме рұқсат алғандай болдым. Өф дедім де жаңағы. Бірақ шындығында жаңағы, ол кісінің мынандай бір әңгімесі бар. Депрессияға түстің ба? Тәубе ет, сәждеге құлап, Алладан кешірім сұра. Айт, Раббым, мен ойлап қалдым, мен бір нәрсе шешіп жатырмын деп. Менің қолымда деп ойлап қалдым, шатастым. Қайтып саған келдім, тәубе еттім де, депрессияң шешіледі дейді. Шындығында солай. Шындығында солай. Бірақ енді мен қазір бұны бір кімге бір светский бір жігітке айтсам, бар тәубеңе кел, сәждеге жат десем, братан, депрессия, ғалымдар зерттеп жатыр оны. Это душевная боль деп айтқан кезде. Бірақ шындығында жаңа сіз айтқан сияқты барлығы исламға келеді. Даже мына Джо Диспензаның мен бір лекциясына қатыстым, неде, Швейцарияда. И ол жерде жаңағын айтады да, жаңағы префронтальная кора дамыса, сен здесь в моменте болып үйренесің. А префронтальная кораны дамытудың бірінші жолы ғибадат деп айтады да. Болды ғой. Жауап келді дейсің. Басқа не іздейсің сен? Профессор айтып жатыр, доктор айтып жатыр. Ғибадат деп жатыр, деймін ғой. Сондықтан күшті болар еді жаңағыдай. Мынау Симон Синек оны Infinitive Games деп айтады. Бесконечный игры. Құранда сен шешпейсің бәрібір. Сен әрекетке жауаптысың. Нәтижені Алла береді десең, оңай болатын сияқты. Керемет, машалла. Бұл жерде лайфхак бар ғой. Алланың алдында ертең қандай ісіңе жауап бересің, сол нәрсе ғана сен үшін задание да. Өзіңнің ниетің және өзіңнің істейтін амалдарың сен нәтижеңе жауап бермейсің ғой, қандай нәтиже болатынын жауап бермейсің, өйткені Аллах оны өзі береді. Сонда бізде психофизиологияда негізгі основной проблематичный фактор, спектр қазір біз изучать етіп жатқан енді эзотерика психологияға кірген кезде миға өте қатты бір маңыздылық беріп тастаған. Қатты рөл беріп тастаған. Оны жартылай құдай, жартылай бір нәрсе қылып тастаған да. Содан кейін де қиналып қалады да көп адам, подсознание может все, барлық нәрсе өзіңе байланысты деген нәрседен кейін ше. И өмірін қиындата бастайды. Бағанағыдай задачаның өзінде бір жылдың ішінде чемпион болуым керек деген идеяның өзі негізі в конечном итоге сені міндетті түрде тревожностьқа алып келеді. Міндетті түрде, если долго будет это длиться, сен депрессияға алып келеді. Это вопрос времени, когда это произойдет, но сбой міндетті түрде болады. Машалла. Вот осы жерде сұрақ. 2016-да не түрткі болды сізге? Жалпы алып былай, все, бүгіннен бастап дисциплина деп кетуге не түрткі болды? Бұл нәрсені айтқан да шығарсыз, мен бірақ қайтадан бір нестегім келіп жатыр да. Бір шетінен мынаны да қазір ойланып жатырмын да. Айтам ғой жаңа 10 жыл 4:45-те 4:30-да оянамын бір нәрсе деп. Кейін мынандай бір зерттеу оқыдым. Сондай әлемде 30% адам бар екен, табиғатынан жаңағы
бір нәрсені тұрақты істей алатындар табиғатынан. Оған қатты ғылым да керек жоқ, оған айтасың все, бұдан кейін кеш таңғы 5-те оян десең, ол ояна береді, сұрақ та сұрамауы мүмкін, ол не үшін деп ше. 30% сондай адам бар екен, 30%. 70% адам бар, олар істей алмайды деген сөз емес, бірақ 70% адамға түсіндіру керек, не үшін деген сұраққа оларға жауап алу керек. Шынымен маңызды ма деп ше. Сол кезде мен кішкентайымнан сондай екен, мен таңертең былай айтқанда кішкентайымнан ерте оянатынмын. Анау оқушы кезде есімде, ауылда тұрамыз. Анау пеш жағасын, сол пешке шай қайнатасың, сондай ғой. Мен ерте тұрып, 6-да ма тұратынмын, сол кез бала үшін ерте ғой ол. Сөйтіп жаңағы оттың астын түртіп, көмір салып, шайды қайнатып, сөйтіп мамаларды оятатынмын. Кішкентай кезімде. Ол өте кішкентай кезім, өйткені ауылда біз 6-шы сыныпқа дейін тұрдық. 6-шы сыныпқа дейін ауылда тұрдық, одан қалаға көшіп кеттік та. Сол кезге дейінгі дәуірде ол. Енді одан кейін ең үлкен төртке, одан кейін жаңағы студент болды, анау болды. Бір жаңағы юношеский максимализм, ойбай, әлемді құтқарам, президент болам, ғарышкер болам деп жүрген кездерден бұның бәрі қалды. Жаңағы бір уақыттары не істедік, жаңағы ұйықтайсың, нетесің. 2026-да төрткі болған жаңағы сұрақ ол. Әкеммен бір арамызда не болып қалды, негативный стычка болып қалды. Сол кезде әкем сұрады, жаңағы сен кім боласың өзі деп ше. Мына жүрсің, мен сен жоспарың қандай, қайда баратсың дегенде, мен ол жерде ештеңе деп жауап бере алмадым. Шындығында да мен жоспарым жоқ екен. Ағыспен, құдай қаласа. Мұғаліммін, ол кезде завучпын, директордың орынбасарымын. Енді бір 3 жылдан кейін директор болар едім. Болды, ары қарай білмеймін, енді бір жаңағы абыланау бір нәрсеге жұмысқа кетерсің, бәлкім, ол жерде пысық болсаң. Мен ондай пысық емес едім ол кезде. Бәлкім сол мен бітер ме еді, шектелер ме едім деймін да. Содан кейін келіп ойланғанда шындығында жоспарым жоқ екен. Соны өзіме сұрадым, шынымен мен кім болам, қайда бара жатырмын, қалай болғанын қалар едім деген сияқты. Сол сұрақ маған жоспар құруға түрткі болды. Мен жоспар құрдым. Одан кейін сол бағытта әрекет ете бастадым. Ең үлкені менің ойымша не ғой, таң берекесі ғой, таң берекесі. Ол исламда да тура сол. Менде таңертең дұға етуге уақыт пайда болды, сол ғой. Менде таңертең дұға етуге уақыт пайда болды. Мен таңертең уақыт бөлем, мен санамаймын. Мынанша минут дұға етемін, мынанша деп. Просто мен отырам, жаңа намазымнан кейін дұғамды етем. Кейбір кезде ол жарты сағат болады, кейбір кезде ол 15 минут болады, кейбір кезде бәлкім аз болуы мүмкін. Бірақ басында сол 2016-да аяғым үйіп қалатын, қазір үймайтын болды. Денем айтты, бұл қоймайды. Бұл да конца деді. Басқаша шешіңдер ана жолдарды, тамырларды кеңейтіңдер дедім, оны істеңдер деді. Сол шығар дұға, өйткені бұл дұға қызық несі, әрине бұл өте терең тақырып қой, бірақ бір естелікті айтып кетейін. Біз бір Канадада бір оқыдық. Ана жерде спикер шынымен мықты кісі, қатты құрметтеймін. Канадалық профессор. Енді анау чаттағы адамдар, бір 400 адамбыз, ғашықтанаған. Ойбай, пәленше, ойбай деп айта береді да. Жаңағы енді былай айтқанда бір тұтатты енді. Өте күшті кісі. Мен де жақсы көрем. Андай құрметтеймін. Білімі страшный. Жаңа Эндрю Хибермандар сияқты қатты мықты кісі. Енді біз бір кореец досым бар, алматылық, екеуміз ғана. Сон Александр Ким деген мұсылман, Александр. Тақуа кісі, машаллах. Сонымен екеуміз кездесіп тұрамыз, сөйлесіп тұрамыз не туралы. Сон бір күн сұрадым. Саша дедім да. Ана не сонша бір тұтады ана кісі. Мен де жақсы көремін, мен де қатты құрметтеймін. Андай еш шүбәсіз мықты кісі. Бірақ біз айтпаймыз ғой екеуміз, ойбай пәленше деп. Сол кезде ол кісі айтқан, Әзеке, адам бәрібір сыйыну керек бір нәрсеге дейді. Егер сенің Аллаң жоқ болса, сен бәрібір біреуді тауып алып сыйынасың соған дейді. Ол сен адам болуы мүмкін да. Мен айтам, деймін да. Енді бұл бір қыры, екінші қыры мен айтам, ойлаңызшы, сізді ағылшынша бір өлең жоқ, күшті жаңағы. Сені жаратқан Алла, сенің атыңмен біледі деп ше жаңағы. Сен депрессияға түсіп кеткенге сол жеткілікті емес пе? Бір өлең шықты. Мен айтам, сен күнде онымен былай айтқанда, енді образын айтқанда тілдесесің.
тілдесесің, сен былай тірегің бар. Бұл басқа әңгіме. Сен таңертең басқаша шығасың үйден. Сен басқаша өмір сүресің, сен аяғың бір плотно тұрған сияқты, бір мықты сияқты. И сол бұл бөлек әңгіме да. Бұл, наверное, жаңағы репрессия бір нәрселерден де аулақ қалып тұрған сияқты да. Бұны ұмытпай күнде қайталап тұрсаң, бұл уже белгілі уақытта сенің табиғатыңа енетін шығар. Қайтадан жаңағы дінге келіп келеді да. Тірек бар, сен одан кейін уайымдамайсың деген сияқты. Бұл бір қыры сол таң берді ғой маған. Одан кейін ар жақта сиқыр болды ғой бәрі. Сиқыр болды, қалай magic дейді ғой жаңа. Өте көп сондай оқиғалар болды да. Сен тек дұға ет, қала, сюрприз болып пайда бола бастайды. Алдыңнан ше біреу келіп саған өз ұсыныс жасайды, біреу келіп бір нәрсе. Мысалы бір ғана сол кезде мен жүгіріп жүрдім, жаңағы досым бар, айтамын да жаңағы неге бассейнге барайықшы таңертең деп. Барсақ бассейн 11-де дейді. Тараз ғой енді. Асықпайды Тараз. Тараз күшті қала ғой. Қартайғанда сол жақта тұруға болады. Андай таза, тыныш, жап-жасыл ше. Пробка жоқ. Керемет. Бірақ жаңағыдай ештеңе таңғы 6-да тренировка деген жоқ. Сосын таңғы 7-де ол жақта спорт школаның оқушыларына ғана болады екен кіруге. Сосын 11-де уже жалпы халыққа. Жарайды дедім да, сөйтіп бір күні өзі келіп тұр жаңа досым. Бассейнге барасың ба деп. Мен бардым, уже 11-де екен деп, біз жұмыстамыз ғой, таңғы 8-де жұмыста болдым. Kesейші ертең таңғы 6-да дейді. Қалай десем, kesейші дейді. Барсақ таңғы 6-да сол жақта бір ағамыз күтіп тұр. Триатлет, айронмен кісі, мықты кісі, кәсіпкер Таразына. Ассалаумағалейкум, амандастық жаңа екеуміз. Кеттік деді, барып есікті тоқылдатты, охрана келіп ашты есікті, ассалаумағалейкум аға деп. Сосын біз светті қостық, бассейннің бәрін, раздевалканың бәрін светін біз қосып жүрміз, ешкім жоқ іште, тірі жан жоқ. Сөйтіп 1 сағат күнде тренировка жасай бастадық. Ана кісі айтады, жігіттер бірақ мынандай дейді, мен жоқ кезде де келе беріңдер дейді. Бізге Жамбыл облысы су федерациясының мүшесі деген құжат берді ана кісі. Екеумізге Жамбыл облысы су федерациясының мүшесіміз біз. Водоканалға кіріп кеттіңіздер ма? Су спорттар ғой. Содан кейін ана кісі айтты, тек қана таңғы 7-де оқушылар келеді деді. Таңғы 6:50-де шығып кетсеңдер дұрыс болады, кедергі келтірмеңдер деді. Спортсмендерге кедергі келтірмеңдер. Душқа да не болып кезек болып қалмасын. Таңғы 6:45, 6:50-ге тренировка жасаңдар, душқа түсіп кетіп қалыңдар деді. Болды. Одан кейін бірнеше ай сөйтіп барып жүрдік біз. Таңғы 6-да барамыз. Есікті тоқылдатамыз, охранник көзін бүйтіп ашады, басында танымайды бізді. Кімсіңдер дейді, сонда құжатты көрсетеміз. Мәсаған деп ше. Сосын есікті ашады, кіреміз сөйтіп. Осындай оқиға өте көп болған. Өте көп болған. Бір шынайы дұғаға ауысып нететін шығар, дұға болады, тілек болады, соны кететін шығарсыз. Дұға демекші. Дұғаның тақырыбы негізі өте ауқымды ғой. Үлкен тақырып қой, оған кіретін болсаң, бірақ қосып кетер нәрсе бар да, бір ұстазым айтады. Дұға деген не деп сұрайды ғой адамдар. Қазіргі үлкен біздің дерт дұға жасамау. Дұға жасамайды негізі көп адам, или тез жасайды, тез қайтарады, тез бітіруге тырысады да. Дұғаны негізі дұғаның ләззатын сезіну, ол бір басқаша ерекше бір сезім да, негізі дұғаның ләззатын сезіну. Ұстазым айтады да, дұға деген не дейді, сен елестетші дейді, президентке баратсың. Саған бүгін шақырту келді дейді президент. Сен баратсың президентке. Сен бүкіл киіміңді кидің, жуындың специально соған, подаркыңды алдың, барлық нәрсеңді істедің, короче, бүкіл ішіңдегі анау нелердің барлығын текстіңді дайындадың, сөйтіп бардың дейді. Барған кезде 1 КПП-дан өтесін, сені тексереді. 2 КПП-дан тексереді, полностью шешіндіреді, киіндіреді, қайтадан өткізеді, короче. 3 КПП-дан өтесін. Енді президенттің алдына кіресің ғой дейді. Кірген кезде президент ал сұра енді. Не керек менен деген кезде сен бұрылып кетіп қалатсың дейді да. Сенің Раббың саған сонша ғибадат жасап болғаннан кейін сұра деген кезде сен тұрып кетіп қалатсың дейді. Жұмадан кейін тұра алмайтын болдық. Машалла, содан кейін болды ғой дұғаға жатқасың ғой. Негізі көп адамның іштегі дерті дұғамен шешіледі ғой. Аллах қой шешетін барлық нәрсені түбінде былай қарап тұрсаң, шынымен келіп, я Раббым десең, барлық нәрсе шешіледі. Ана ұстазым айтады, сенің өміріңде проблемаң бітпеді деген сөз, значит сенің дұғаң бітпеді деген сөз әлі дейді. Дұғаңның уақытысы бітпеді деген сөз әлі дейді. Әлі дұғаңды жалғастыра бер дейді. Өміріңде проблемаң кетеді ғой. Значит, бұл дұғаңның уақытысы бітті, келесі дұғаға көш дейді. Сол сияқты да, дұғаның ләззаты керемет қой. Өз алдына бір ғибадат қой. Сосын Алла айтады ғой, дұға ет.
мен жауап беремін дейді ғой. Жауап беремін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, дұға етіңдер де күмәнданбаңдар дейді. Болды ғой, уже саған андай не беріп тұр ғой, уже официальное разрешение, бағанағы сіздікіндей құжат беріп тұр ғой. Істе, Алладан сұра, саған береді деп тұр да. Просто адамның бағанағы іштегі біздің бағанағы эгомыз бар ғой көбінесе. Негізі адамды дұға еткізбейтін нәрсе көбінесе ол Аллахты танығанымен, Аллахты таниды, енді намаз оқып жүрген адам ғой, енді бәлкім ол біледі барлық нәрсені, бірақ өзін құл ретінде танымайды да. Көбінесе өзін құл ретінде танымаған адам ол өзім шешем деп ойлайды да. Өзім шешем деп ойлағаннан кейін, конечно, дұға жасамайсың. Кейбір адамдардан сұрайсың, олар айтады, енді қолымнан келген әрекеттің барлығын жасаймын да, келмеген әрекетті ғана сұраймын дейді да Алладан. Омарлар аяқ киім бауына шейін сұрап жатқан кезде біз сөйтіп бөліп алғанбыз да, мынаны мен істей аламын, мынаны істей алмаймын деп. Негізі дұға деген ол ең бірінші очередь маған да мотивация болған нәрсе сол негізі. Өйткені таңның уақытысында жасалатын дұға бөлек әңгіме. Ол жерде бағанағы барлық ритуалдардың бәрін жасап болғаннан кейін отырып жасайтын дұға, и сосын түнде жатардағы или тахаджудтың уақытысында жасалатын дұға бөлек әңгіме. Бәрібір обедтің уақытында жасайсың, бірақ ол суета тұрады да, миыңда жұмыс болып тұрады, анау болып тұрады, мынау тұрады, басқа біреу күтіп тұрады сені, сабақта отырасың деген сияқты. Ол жердің дұғасы қысқа болады, бірақ аңсап отырасың да уже. Действительно түрткі болатын нәрсе, машалла. Керемет. Кеше ғана болды, кешке болды оқиға. Мен ауылға барып, ата-анам таңертең Түркиядан келдім де, сосын келіншегім айтып, жүрші мамаларға барып қайтайықшы дедім. Сөйтіп ана есік қой, 50 километр жер кетіп қалдық. Түстен кейін бала шағамызбен шығып кеттік. Сөйтіп барып бір шай тамақ ішіп әңгімелесіп бүйтіп кешке қайтып шықтық. Сағат 8:40-тарда шықтық, кеш батып кеткен. Сосын тугиспен негізі жолды білем ғой, есіктен жатталып қалған жол ғой, бірақ бір тугис қоса салайыншы деген бір ой болды. Мен бір жақтан келе жатыр, сосын жаңағы Талғар жақта Ават жақтан солға бұрылып кетті. Мен оң жақпен жүретін жолды білем. Солға да бұрылуға бола ма не дедім де, жерттеп солға бұрылып кеттім. Сөйтіп анау трассаға барып тірелді да, трассаға тірелдім, бірақ разрыв жоқ, двойной сплошной тұр. Маған солға бұрылу керек. Мен кешке дұға етіп шыққам. Анау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таңғы кешкі дұғалары бар ғой. Яғни бисмиллахиллади ла ядурру ма'a исмихи шей'ун фил арди ва ла фис сама'i ва хувас сами'ул алим деген. И сол дұғаны анау на автомате мен бір жаққа шыққанда оқимын 3 рет. Бұл дұғаны оқыған кезде оқыған мұсылманның ешқандай зиян көрмейді дейді. Мен оған қатты сенемін. Ешқандай нетпейді дейді, қатты сенемін. Сосын жаңа аузу би калиматиллахи таммати мин шарри ма халақ деген жаңа жерге барған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ететін дұғасы. Мен жаңа жерге самолет қонғанда бұл дұғаны оқимын мен. Басқа жаққа келдім ғой. Қазақстан басқа қаласы болса да, басқа мемлекет болса да, қонған кезде оқимын мен. Аллахым, мынау мекенде маған не жаңағы есендік амандық берді. Соны мен есімде, кеше көлігімді оталдырып, соны іштей оқып шықтым. Жаңағы жерге келдім, қарасам, сәл ар жақта разрыв тұр. Негізі бір 50 метрде жерде, бірақ дәл алдымда емес. Сосын ойладым, енді тугис осылай көрсетіп тұр енді. Демек мен кішкене бүйтіп қиғаш өтсем болатын шығар. Тұрмын, бірге күттім, көлік көп, трасса ғой, сонымен бір кезде азайды көлік. Сосын зу өтіп кеттім. Ар жақтан деп гай күтіп тұрғандай болды ше. Мәссаған, ол қалай болды? Разрывпен өткенмен, бірақ кішкене получается бүйтіп жүрген болып тұрмын ғой, встречкамен жүрген болып тұрмын. Сосын тоқтадым, кейін не де болса көреміз деп тоқтадым. Гаишник жігіт, жас жігіт келді да. Анауында жерде келіп жатты да. Трассада встречкамен жүру және двойной сплошнойды кесу деп күліп келе жатыр да. Енді біттің деген не ғой енді. Бергел деп тұр ғой енді. Мәссаған, ана естінді, мен бітті деді, мен бір лишение, точно. Ана әкелеріміз үйретенді, уже стенаға соғылған мен тең двойной сплошнойды кесу деп ше. Мәссаған, трассада встречкамен жүру деп. Сонымен қасыма келді да, түн ғой енді. Қасыма келді, өтіп қаратты. Азамат Серіков дейді да маған. Сосын Скаков жадасы тұрып тұрған түсіп тұрмын. Сосын дедім, Скаков деді, сосын деді. Ассалаумағалейкум аға дейді, сіздің подкасттарыңыз бәрін тыңдаймын дейді да. Сіздің өте көп пайда беріп жатсыз, бірақ мынауыңыз дұрыс болмады дейді да. Тугис солай көрсетіп тұр деймін. Сосын жаңағы машинаға қарайды, ішінде бала шағам шулап жатыр, келіншегім отыр. Бала шағаңызбен сіз встречкамен жүрсіз аға дейді да. Мен тугис солай көрсетіп тұр, қайдан білейін, бүйтіп өтуге болады шығар дедім.
сонымен күледі. Кішкене әңгімелестік, неттік, сонымен жолыңыз болсын аға, енді бірақ қайталамаңыз деді да. Уф дедім да. Көлігіме отырдым да ақырын келдім Алматыға дейін. Түк заңды бұзбай, 40 деген жерде 40-пен. Онсыз да заң бұзбай, мен осы соңғы білмеймін бірнеше жылда ГАИ тоқтатқан жоқ мен. Онсыз да бұзбаймын шынымен. Бірақ жаңағы жерден де плотно ұсталған, мен сіз жаңа дұға деп отқан есіме түсіп кетті да, бәлкім жаңа көлікті оталдырған кездегі жаңағы дұғам енді жарайды, ол штрафтан не болмаған шығар, бәлкім жаңағы жерде өте рискованный бір жер еді да. Құдай сақтасын, жаңағы апаттан сақтады деген сияқты білесіңдер. Машалла. Қазір ойлап отырмын соны. Иә, керемет. Не деген, ол не ғой? Ондай кезде Аллахтың нығметі ғой, негізі Аллах бізге тек қана береді емес бір нәрсені, тағы да бір нәрселердің алдын алады ғой. Иә, алдын алу, иә. Алдын алу деген нағыз осы жерде. Машалла. Таңның тақырыбына оралатын болсақ, сонда получается таңда тұруға сізге түрткі болған нәрсе біріншіден сіздің өзіңіздің табиғатыңыз сондай. Солай деп мойындау керек шығар, иә. Андай ойбай супер нәрсе. Мысалы кімдер бар ғой? Жаңағы кім ше? Анау военный кісі ше? Иә. Жаздайт әлі жүгіріп ғой сол кісі. Ол 2,5 күнде 2,5. Гоггинс па? Да, Дэвид Гоггинс. Күнде таңғы 2,5 шығып жүгіреді. Ондай жоқ менде. 40 километр жүгіреді еще. Күнде ғой. Сұмдық қой, машалла. Алда 180 километр ма, 280 километр жүгіре салып, соңында сторис сала салды. Сен не істеп жатсың бүгін деп, мен 280 километр бітірдім деп ше. Мен айтдым, көбіті бірандай, біз бүгін шай ішіп отырмыз деген сияқты сала салды ғой ше. Иә, оны ана алдында 3000 подтягивание жасады ғой еще. Иә. И содан кейін үйіне кетіп бара жатыр ғой, 3000 подтягивание жасап. Дэвид Гоггинс пен Эндрю Хюберманның екеуінің подкасты бар. Екі подкасты тыңдағансыз ба? Сол жерде как раз ана Гоггинс не ғой енді, ол жерде адреналиновый адам ғой, постоянно мынандай неде отырады ол. Движениеде отырады. Ол действительно ол адамның өзінің болмысы сондай да. И плюс еще ода дисциплина страшный. Ол действительно барлық нәрсені соған арнаған, ол өзінің өмірін арнаған. Өйткені қанша жерден табиғатың мықты болса да, күніне 40 километр жүгіруге сен ешкімнің қалауы болмайды. 10 километр мақұл. Болмайды точно. Иә, желание болмайды оған. Ол жерде прям заставлять ету керек өзіңді, міндетті түрде. Енді сіз в любом случае енді таңның уақытысында тұрып болғаннан кейін сізде определенный бір ритуалдар жасалатын, сол қандай ритуалдар жасайсыз таңда тұрған кезде, күніңізді бастардың алдында дұға жасаймын дедіңіз, одан кейін қандай әрекеттерге көшесіз? Таңның берекесі деген сөзді ашқым келіп жатыр да. Таңның берекесі деген нәрсе практикада көп адам береке деген сөздің мағынасына үңілмейді да. Біз береке деген нәрсені практикада көре алмаймыз. Мағына сіз айтып жатсыз, мысалы үшін береке деген не? Дұғаны ұзақ жасауға мүмкіндік ашылды деген нәрсе. Осы береке ғой негізі машина. Тағы да қандай берекені? Бұл да бір Алланың берген мүмкіндігі. Иә, то есть басқа уақытта істей алмайсың. Сол ғой, басқа уақытта істей алмайсың, таңның уақытысында істеген кезде сізге мүмкіндік берді. И соның арқасында, сол дұғалардың арқасында машалла қаншама алдыңызда жағдайлар ашылып жатыр да, мүмкіндіктер ашылып жатыр да, керемет. Тағы да қандай ритуалистикаңыз бар? Что енді мынандай ғой, Азеке, қанша жерден әр адам бір нәрсені қалыпты жасау үшін, тұрақты жасау үшін, любой жерде оған жесткий мағына керек негізі ше. Потому что 1 жыл жасарсың, 2 жыл жасарсың. Енді сіз уже жетер нәтижеңізге жеттіңіз ғой, мысалы үшін таңда тұрудың берекесін көрдіңіз, дұғалар жасалып жатыр, спортивный формаңызға жеттіңіз деген сияқты ғой. То есть мен ол жерде нәтижеге байланбай, сіз жасалған әрекеттің өзін нәтиже деп қарап жатсыз. То есть сделанное дело это и есть результат деген нәрсе бар ғой. То есть сіз сол формада қарайсыз. Енді ары қарай бұл нәрселерді күнделікті тұрған кезде всегда осындай ынта бола ма сізде, или бола ма сопротивление кейде? Сопротивление болады ғой, мен бірақ андай сұрақ сұрамаймын. Андай тұрайын ба, тұрмайын ба демеймін, тұрам, басым ауырып тұр ма? Я ауырып тұр. Сөйлеспейсіз ғой, ұйқым келіп тұр ма? Я, ұйқым келіп тұр. Бірақ барам да жаңағы робот сияқты дәретімді аламын, жуынамын, сөйтіп суымды ішемін, сөйтіп жаңағы намазыма тұрам деген сияқты ғой. Бұл жаңа сіз күшті айтып кеттіңіз, жаңа не мәселесі. Бұл да бір береке ше. Мысалы күндіз ұзақ бір дұға, мысалы бала шағасы бар адам, біз кеше бір қызық оқиға болды, бәрі кеше болыпты ғой. Жаңа кіші ұлым 7-де, сол маған бір нәрсені бүлдірген, анасы ұрысып жатыр, өйтпе бір нәрсе деп жатыр. Мен асқан су ішіп отырмын, ас бөлмесінде сөйтіп отырмын. Бір кезде бүйтіп қараймын,
жаңағы келіншегім намазға тұрыпты. Мынау маған қарай келе жатыр. Ашуланып тұрып бұзылып кеткен. Соны келе жатыр да жаңағы стаканына суын құйып алды да бүйтіп маған қарап айтады. Папа, дауыстап айтып жатыр, ана жерге естіледі ол ше. Анау неге өзін главный деп ойлап қалған дейді. Мен күліп жібердім да сол жатыр, мен анаған қараймын, анау келіншегім намаз бұзылып кетпесін, күліп жүрген жоқ екен. Өйткені сіз намаз оқып жатсаңыз, балам барып, анау неге өзің главный деп жүр десе күліп жүрмін. Соны айтамын да, андай сен бір отырып дұға етейін десең, ана балаң ана жақтан да айтып жатса қиын да ол. Ойыңды алып кете ма? Иә. Бұл бірінші, сіз өзіңізбен өзіңіз қаласыз. Ешкім жоқ. Сіз ғана барсыз. Бір шулап атқан машина жоқ, пип деп атқан не жоқ. Сосын жаңа сізге телефон шалып атқан ешкім жоқ. Таңғы 5-те ешкім телефон шалмайды. Саған телефон шалмайды. Білмеймін, Инстаграмнан хабарландыру келмейді, WhatsApp'тан да хабарландыру келмейді. Мен жалғыз қалдым. Мен жаңағы сыйынатын Раббым бар, болды. Как будто бір ештеңе. Ол жерде асығыстық жоқ. Өйткені қазір 5 минуттан кейін ана кісі кіретін еді, 10 минуттан кейін сабағым басталады деген әңгіме жоқ. Сіз ғана барсыз, болды. Ол жерде отырып 1 сағат отырамын десеңіз де өзіңіз білесіз. Менде сондай сұрақ туындамайды. Тұрам, я басым ауырып тұратын кездер бар, я мүлдем ұйқым қанбайтын кездер бар. Тұрам, мынандай өзім кейбір кезде алдаймын. Давай, бүгін 15-20 минут нетейін де ұйықтайын деймін. Өйткені мен білем, 15-20 минуттан кейін ұйықтамаймын мен уже. Ол жерде ұйқың ашылғаннан кейін болды. Ештеңе керек жоқ болып қалады. Сөйтіп барып суымды іштім, намазымды оқыдым, сосын жаңа дұғамды еттім. Одан кейін бір баяғыда бір ұстазымыз айтқан студент кезде дауыстап Құран оқыңдар деп ше. Дауыстап Құран оқыңдар, бұл лайфхак кәдімгі. Ол кісі бүйтіп айтатын. Әрине, Құран оқылу сауап тұрғысынан өзімен бөлек әңгіме, құлшылық міндетті түрде сен оқуың керек. Әрбіріне сауап аласың. Ол кісі айтады, мен сендерге өмірлік дүниеви жағын айтайын ба деп. Қандай десең, даусың жағымды болады дейді. Сосын сенің айтқан нәрсеңді адамдар түсінетін болады дейді. Одан кейін мен бұл 2008-2009-дарда болған әңгіме ғой. Содан кейін мен болсын ұрлап алғам десең, жаңағы идеяны. Көшті бір қырағатым жоқ. Онсыз да ешкім естімейді мені таңертең. Отырып айқайлап отырып оқимын. Белгілі бір нем бар, бетім бар, соны айқайлап отырып оқимын. Болды, сол бар. Содан кейін өзі біраз нәрсе кеп қалады өзі. Мен ойлаймын да, енді сіздің үйіңізде Құранның дауысы шығып тұрса, басқа бір психологияда негативный энергия деп түсіндіретін нәрселер де келе алмайды. Иә, олар да қашады. Сөйтіп, одан кейін дұғамды еттім, жаңағы нені оқимын, сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таңғы оқитын дұғалар жиынтығы бар. Баяғыда бір шыққан еді, қазір үлкен бар ма білмеймін. Кішкентай кітап болып шықты. Қазақша таңғы және кешкі дұғалар деген. Менде ескі кәдімгі парағы жандай жұқарып қалды. Бірақ тастамаймын соны, ұстап жүрмін мен ше. Соны оқимын. Сол таңғы дұғалар бір 7-8 минутымды алады. Оқып шығамын. Сол дұғалар жиынтығы бар, сосын не бар еді ғой, мұсылман қорғаны деген. Тоже кішкентай. Соны оқимын. Содан кейін кітап оқимын. Бұның арасында мен су ішемін. Су ішкеннен кейін жаңағы бір 20-25 минуттан кейін барып бір жаңағы нем бар, ішетін коктейль сияқты бір нем бар, кофеині бар ішінде. Соны ішемін. Одан кейін 5:30-да күнде міндетті түрде таңғы ас. Тез бір таңғы асымды нетіп аламын, жеңіл-желпі. Одан кейін бірнеше тілде кітап оқу. Орысша 15 минут, қазақша 15 минут, ағылшынша 15 минут. Сөйтіп шамамен 6:30-6:40-қа дейін сол уақыт өтеді. Одан кейін 6:40-тарда жиналып тренировкаға кетемін. 3 күн күрес, 3 күн фитнес арасында 1 күн салып. Соны тренировкадан кейін келем, асықпай таңғы 8:45-те тренировка бітеді. Мен ана жерде өзімді не деймін, герой сезінемін, вообще өйткені мен полдня прожил дейді ғой, шынымен де мен уже көп нәрсені прожил. Арасында өте маңызды бір аспект бала шағаңды ояту. Кейбір кезде мысалы бала шағаң болмай қалса, немесе мысалы сапарда, мен кеше сапардан келдім, мысалы бүгін таңертең мен әрең ояндым. Мысалы таңертең жаңағы намаздан кейін жатып қалып, 9 сондайларда әрең ояндым да. Қарасам бала шағам жоқ, неге сабаққа кеткен ғой. Бұл маған ауыр тиді да. Мынау нәрсе
әке ұйықтап жатыр деген білмеймін бір ауыр әңгіме сияқты менің түсінігімде. Соны ұялдым. Әдетте мен балаларымды оятамын да тренировкаға кетіп қаламын. Балалар солай біледі мені. Әке білмеймін қашан тұрады. Әдетте біз ұйықтап жатқанда ол ояу жүреді. Содан кейін бізді оятады да тренировкаға кетіп қалады деп біледі. Бүгін мен ұйықтап жаттым. Кіші ұлым сағат 7-лерде ме келіп оятып кетті мені. Тұрсайшы әке тамақ қалмай қалатын болды саған дедім. Біресе деді, оған заң жоқ қой. 7 жасар ғой, ерке, оған заң жоқ. Үлкен ұлым қорқады келуге. Жаңағы жолдан келгенде айтады ғой анасы, жаңағы шаршап жатыр тиіспе деп. Анаған ол бәрібір мас тоқта десе тоқтамайды ғой, келіп секіреді үстіме. Әке тамақ бітейін деп жатыр, тұрсайшы тұрмайсың ба не деп. Бұл өте маңызды, сіздің бала шағаңызды оятуыңыз. Барып, мысалы арқасынан сипап, 2-3 минутыңыз кетеді, бетіне сүйіп, сен қандай күшті баласың деп ше, жаңағы сенің әкең болған, маған қандай шүкір, мен сенің әкең қылып қалай мен болдым деген сияқты жаңағы. Одан кейін сол үйдегілердің бәрін оятып барып шығып кету, ол керемет нәрсе. Негізі психологияда да өте маңызды нәрсе бар. Баланы ешқашан айқайлап или дауыстап, ешқандай баланы емес, любой адамды негізі дауыстап оятуға болмайды дейді. Оны діни түсіндіретін болса, ол кезде рух басқа әлемдерде жүреді ғой, суырып алғандай болады дейді, кіру процесі қиындап кетеді дейді сол сәтте. Енді бағанағы таңның уже получается 8:45-те сізде өмірдің жартысы емес, өмір сүріліп қояды деген ғой кәдімгі. Біраз нәрсе істеп тастайды екенсіз ғой, машалла, уже тренировка болып қояды ол уақытта. Уже 9-да уже жұмысқа кіресіз. Сол сәтте. Сонда қараңыз, бір сұрақ. Сіз ерте тұрады деген сөз, ол ерте жатады деген сөз емес қой, получается. Не всегда ерте жатасыз ғой, или жетесіз? Негізі всегда ерте жатамын. Да? Біздің балаларымыз 9-да жатады, біз 9:30, 9:40, 10-ға дейін ұйықтап қаламыз. Ана нормальный күндер. Бірақ енді сапар, саяхат бір нәрсе болып қалса басқа ғой. Бірақ нормальный күндер бізде 10-да светтің бәрі өшеді, біз ұйықтап қаламыз. Полный. Семья, Сіз мақұл табиғат. Отбасыңыз ше? Сол табиғатын жасап алдық бәрін. Бәрінің табиғатын реттеп қойдық. Болады екен. Бейімделем екен. Мысалы біздің мен келіншегім ондай адам емес еді, ерте нететін, бірақ үйреніп кетті. Қазір керісінше ол кісі. Мысалы 11-ден аса бір болады ғой, той томалақ нәрсе болған кезде шаршайды. 9:40, 10 идеал. 9-да балаларыңыз ұйықтап қалса, сізде 1 сағат бар. Жарайды, барыңыз, намазыңызды оқыңыз, отырып әңгімелесіңіз, білмеймін, тағы бір жаңа жаттығуыңыз жасаңыз, кітабыңызды оқыңыз, 1 сағатың бар да. Одан кейін барып спокойно ұйықтауға болады. Кеше бір кісімен сөйлесіп жатсам, 5 балам бар дейді, үлкен ұлым уже универде оқиды дейді, қызым 11-ші сынып дейді. Сонымен 5 балам бар дейді, енді олар мені тыңдамайды дейді. Мүмкін емес. Ол үйдің рейсі сізсіз. Ана еркегі, не дейді, королі, қолбасшысы сенің. Сен айтамайсың, олар мені тыңдамайды деп. Ол деген жауапкершіліктен қашу ол. Тыңдат. Ол тыңдат деген сөз ұрысып тыңдату емес. Жанарай деп қырмайсың. Атмосфераны сондай қыламыз. 8-ден кейін бізде светтер азая бастайды үйде. Салдың светі қосылмайды, ас үйдің светі қосылмайды деген сияқты. Балалар оның физиологиялық тұрғыдан дайындала бастайды ұйқыға. Телевизор біздің үйде мүлдем жоқ. Бар, бірақ интернет жоқ оның, ютубқа кіре алмайды. Анда-санда жаңа PlayStation ойнайды. Бірақ 8-ден кейін ешқандай электроника қосылмайды. Перденің бәрі жабылады, есіктің бәрі жабылады, үй тынышталады. Болды. Бұнда үйде адам ұйқысы келіп кетеді. Сонымен ұйықтау керек. Бұл режим баланың да психология үшін, денсаулық үшін де өте маңызды. Өте маңызды. Ұйқысы қанбаған баладан сіз сабағының мықты болуын күте алмайсыз. Ешнәрсе талап ете алмайсың жалпы, ұйқысы қанбаған баладан. Бұған сіз жауаптысыз. Кеше мен ұлым айтады, әке мен басым жолда ұйықтап қалды, жаңа ауылдан келе жатқанда ұйықтап қалды. Сонымен үйге келгенде тұр дедік, сонымен 3-ші этажға шықты, жылап. Басым ішінде бір нәрсе қайнап отыр, біреуге айқайлағым келіп жатыр әке дейді. Бұны айта алу күшті деймін да. Сен жылай бермей, өзі түсінбей не отқан. Жоқ, бұл айтып тұр. Демек бұл психикасы более-менее стабильный бұл. Басқа бір балаға не істеу керек? Ол жылау керек, ол лақтыру керек бәрін. Сен құшақтасаң да деу керек, ол сөйту керек еді. Әке, басым ішінде бір нәрсе қайнап отыр, бәріне ұрысқым келіп тұр дейді да. Кел ұйықтатайын, сен молодец дейді да. Нормально, сен жаңа жолда 1 сағат ұйықтап қалдың, ұйқыңды бұзып жібердік біз сенің. Бұл нормально деймін. Бұл негізі көрсеткіш.
эмоциональный более-менее стабильный адамдын көрсөткүчү. Ол өзүнүн эмоциясын окуй алып, сону озвучить ете алат. Ашуланып турмун деп айта алуу, не эмес андай. Мә десе, не деп эмес. Мен ашуланып турмун саган деп айта алуу маңызды. Бирок буга сиз калай жетесиз? Бул жерде сиз адамга духовный бир бале арине болот го, бирок кыйын болор эгер физиологиялык тургудан кыйналып турган болсо, стрессте турган болсо кыйын. Ошондуктан бул режимдин баардыгы үйдүн булай баланын режими ата-анага байланыштуу, бирок жалпы үйдүн режими сизге байланыштуу, эркекке байланыштуу. Казір еркек әйел деп айту кішкене рискованный, өте рискованный. Опасный темалар ма? Опасный тема, байлау керек өте. Бірақ енді қанша дегенмен табиғаттан кете алмайсың ғой. Иә. Кім не десе де физиологиядан кете алмайсың. Бағанағы действительно ғой, мен мысалы үшін өзім қанша зерттеген бұл сұрақты, жаворонки и совы деген нәрсе бар ғой, голуби деген бар, әбетте ұйықтайтындар. Ондай бар ұғым негізі, психологияда да, нейробиологияда да ондай ұғым бар, просто совы умирают раньше. Ты можешь спать, да, проблем нет, типа түнде ұйықтамай жүре бер, просто бір 10-15 жылға ерте өлесің. Ерте картиесің, ерте өлесің, бәрібір, потому что өйткені енді барлық нәрсе бір программамен жұмыс жасайды ғой. Күн программамен жұмыс жасайды. Біздің мынау амигдаламыз бар, біздің эпифиз бар, ол күннің светін алып қабылдайды деген сияқты ғой. Бәрібір ол сол программаға бағынғаннан кейін Аллах таңдау берді. Дейді, мүмкін сендер тақуа боласыңдар дейді. Бірақ мүмкін тақуа болмайсың, өзің білесің дейді. Сол сияқты Аллах ұйқыға да таңдау берді. Сава боласың ба, проблема жоқ. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезінде жалпы адамзат енді пайда болған кезде де пещераны охранять етіп отыратын, жылқыларды охранять етіп отыратын адамдар болған. Бірақ қандай адам болса да, қандай жұмыс жасаса да, ешқайсысына таң намазды өткізе салуға рұқсат берілмеген да. Соғыс болса да таң намазға рұқсат берілмеген да. Енді түнде малымызды охранять етті ғой, поэтому ұйықтай сал деген нәрсе жоқ та. Бәрібір қаза қылып оқисың, бәрібір Алладан кешірім сұрайсың, тәубеңді істейсің де. Ол бәрібір табиғат, бәрібір бағынбайды ғой. Неге? Сенің қалауларыңа бағынбайды. Қазіргі заманда енді свет бар, освещение бар деген сияқты барлық нәрсе бізге влиять етеді ғой, в любом случае мелатонин шығуына. Сол жерде ученыйлар айтады да, без проблем ұйықтамай қойыңдар, просто ерте өлесіңдер дейді. И сосын мен өзімнің бойымда байқаған нәрсе, обедке шейін мен ұзақ уақыт Москвамен жұмыс жасадым, ұзақ уақыт Дубаймен жұмыс жасадым, Америкамен, аяқта часовой пояс әртүрлі. И мен основном медиа сфера артистермен жұмыс жасағаннан кейін олар түнде ұйықтамайды. И солармен жүріп мен де түнде ұйықтамай үйрендім. Таңғы 5-те, 6-да таң намазды оқып болғаннан кейін жатып үйрендім. Сосын 1-де 2-де тұрасың. Қанша жерден 1-де 2-де тұрып активный болсаң да, бір түсінген нәрсем, күнің 1 сағат сияқты өтіп кетеді ғой. Қысқа болып қалады. 2-де тұрдың, көзіңді аштың, тұрып қарасаң уже кешкі 10 болып жатады. Сезбейсің, күн былай секунд сияқты өтіп кете береді, айналып жаныңнан өтіп кетеді. Таңда тұрған кезде действительно береке болады да, таңда тұрған кезде. Мысалы үшін соңғы 1 айда мен енді таңда тұруға тырысып жүрмін да, күнделікті. Қайтадан режимді орнына қайтарып, мен алдында таңда тұрып тауға шығып, сөйтіп жаяу жүріп сөйтіп жүретін тұғым. Одан кейін определенный бір перерыв болып қалды, енді қазір қайтадан бастап жатырмын да. Сағат 8-ден кейін уже не істеріңді білмей қаласың ғой. 8-ден кейін мен режим үйренбеген де ондайға алдында. Енді қазір 8-ден кейін встречаларды қойып, барлық нәрсені енді қайтадан реттеп жатырмын. Не десең де демесең де бәрібір көнеді екесің да. Таңға бейімделеді екесің, көнеді екесің да. Өйткені Аллах оны бұйрық қылып айтты ғой. Таңда береке, ризық таңда таратылады деді. Бұл тұрасың, аласың. Керек емес па? Жата бер, пожалуйста, проблема жоқ деген сияқты. Машалла. Енді осы жерде бағанағы баланың тәрбиесінде керемет нәрсе айтып жатсыз. Негізі шынымен қазіргі үлкен дерт қой бала шағада, жалпы тәрбиеден бұрын бағанағы внутренняя агрессия, шықпай қалған агрессия, эмоция шықпай қалу, кейбір адам сөйлемей қалып жатыр қазір кейбір балдар, иә. Қалай ойлайсыз, соның образ жизни физиологиясы бар ғой? Телефон, свет, түнде ояу жүрумен мына болып жатқан психологический изменениялардың ортасында связь тікелей ма? Тікелей. Мен ана social минимализм деген кітап оқыдым соңғы. Сол жақта осы мәселелерді дәлелдейді. Қазір енді бізде бұл әлі зерттелмеген тақырып.
тура жаңағы памперс деген сияқты ғой. Кезінде бір шу болды, памперс зиян ба негізі деп ше. Қазір айтады да, қазір памперс туылғаннан памперс кигендер енді үйленіп жатыр дейді да, енді көреміз нәтижесін ше. Біз пока что біз памперспен өспедік. Енді қазір көреміз нәтижесін. И тура солай әлі сотканың ұрпағы әлі бізде өспеді қатты. Біз оның нәтижесін әлі біле алмай жатырмыз. Бірақ Америкада бұл ұрпақ өсіп кеткен, бұл туралы көп зерттеу жасалған екен. Өте көп жасалған екен. Мен шок болдым ана зерттеулерді оқығанда. И мына нәрсені қазір айтып жатыр. Жаңа педофилия, скорее всего, жаңағы social медиадан, жаңағы social лайфтан жалпы басын көтермеген адамның нәтижесі. Жаңағы сыныптастарын кіріп автоматпен атып тастаған жігіт, скорее всего, social медианың несі деп дәлелдеді. Адамдармен араласа алмау. Қазір кейбір балалар бар, араласамайды. Жаңағы бар ойнаса іштесе отыра берді. Біз сияқты оңай, білмеймін енді, маған оңай. Мен барып, біреумен амандасып, сөйлесіп, танысып кету оңай да. Қазір болмайды. Енді осылардан дәлелдеп жатыр соткадан деп. Неге деп? Өйткені менің сізбен қазір сөйлесіп осылай офлайн кездесуім менің миым үшін ауыр екен. Өйткені менің миым қазір сіздің жүзіңізді оценить етіп отыр. Қабағы шытылып кетті ма, жымиып кетті ма, бәрін түк не отыр. Сіздің жаңағы body language денеңізді оценить етіп отыр, дауысыңызды оценить етіп отыр, еще дауысыңызбен айтқан ырғағы бар ғой. Сонда оценить етіп отыр менің миым, сосын сіздің айтқан сөздеріңіздің мағынасын да оценить етіп отыр. Менің миыма кәдімгі процесс болып отыр. Мен WhatsApp-тан жаза саламын сізге. Не? Қалайсыз, Сәбеке, жақсысыз ба деймін, сіз лайк басасыз, күшті деген сөз болды. Бұл жерде ешқандай нагрузка жоқ миға. И менің миым үшін бұл өте тәтті. Давай өйстіп, мысалы, бау беріп болсын дейсің, болды, рахат. Сіз екі рет басасыз, лайк жүрек шығады. Болды, біз keep in touch, біз байланыстамыз дейміз. Бірақ эмоционалды ешқандай не жоқ. Енді ана ғалымдар мына нәрсені дәлелдеп отыр. Сондай эмоционалды оцениваниесі дамыған бала тупо сіздің денеңіз ауырып жатқанды түсінбейді. Ол кеп сізді тырнап жатыр, тістеп жатыр, сіз ай деген кезде ол түсініп тұрған жоқ ауырып жатқанын. Өйткені ол считывать ете алмайды. Ол қабілет дамымаған ода. Ол тек жазып үйренген. Бірақ сен оған WhatsApp-тан жазып жүрсең, қолымды ауырттың деп, ол түсінуі мүмкін. Ауырды ма деп ше. Бірақ сіздің жүзіңізден оқи алмайды ол. Сол үшін жаңағы атып тастады автоматпен класстастарын. Айқайлады ғой бәрі. Бұл оқи алмайды оны. Білмейді бұл не сезім екенін. Өзімен өзі изоляционный бір несі бар. Сосын TikTok нені қарап қалсаңыз, қазір балалардың, мен бір жерде жаңағы бір общественный жерде бір қарап қалам, ол балалардың нелеріне страшный нәрселер көреді. Страшный бір ужастиктер, бір нәрселер. Осыны күні бойы 1 сағат, 2 сағат көретін бала, енді сіз не күтесіз одан? Бір мейіріммен барып, бір мысықты құшақтап сипауын күтесіз ба? Бір кішкентай қыз құлақ баса барып қолынан ұстап көтеретінін күтесіз ба? Әлде бір маска шығады оны, крутойлығын білдіретін, сондай ма? Не күтесіз да? Ол білмейді оны барып. Оны көрмеген. Қайбір қазір соткада андай бір Шекспирдің бір нәрсесін көрсетіп жатыр. Жақындамайды. Бар болса да көрмейді ғой оны бала. Қызық емес өйткені. Мен алдында бір соны ойлап көрген, балаларыма жаңағы теке мен қошқар, алдар көсе нелерін көрсетіп көрейін дегенше, YouTube-тан бар, YouTube болған, менде біз бір жыл оқып қалды өшіргенімізге YouTube-та. Үйден телевизорда болған, балалар таңдайтын, мен айтатынмын қазақша көрініп ше. Енді мен бір күні отырмын да, аналар баба деп ренжи береді. Бір күні ойлап көрдім, қандай теке мен қошқар қызық мен үшін. Алдар көсе қызық. Сөйтсем, Маша и Медведьтің қосылғанын қараңыз да. Сен плейді басқан сәтте бірінші секунд та-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 та, ана билеп жүгіріп жүрді. Ана ұнайды ғой сізге. Сіз басынан уже кіріп кеттіңіз анаған. Теке мен қошқарды бастаған. Продюсер бір бәле. Әйтеуір шүкір анау қоңыз бүйтіп несін домалатып өтіп кетеді арасында. Әйтеуір қимыл бар да. Ана жерде 1 минут 50 секунд екен да жаңа жазулар ше. Вступлениесі ма? Мен даже 1 минут 50 секунд өйтіп қара экранға қарағым келмейді. Баланы қалай нетесіз да? Анау басқа алдар көседе солай басталады да. Мыналар қалай басталады? Басталғаннан тіпті жаңа жазуларды ортасына тығып жүрген олар. Иә, сен ауысып кетпеу үшін ана қызық жеріне келтірдік, жазулар кетіп қалады. Ана күтіп қаласың деген сияқты. Осылай қазір индустрия сіздің вниманиеңізді алып қалса болды.
болашақта бұның баласы қандай болады деген сұрақ қатты бір не жоқ. Мен ютубта просмотрым көп болса болды деген сияқты ғой. Енді осыған егер біз қазір есіміз жиып нетпесек, бұл балаға сол әсер етеді. Енді сіз оған айта алмайсыз. Ауылға барсақ картошка өсіп отыр екен да. Сосын әкем мынау не дейді? Мен айтамын, картошка ғой деймін. Қайда картошка дейді? Жердің астында деймін. Ана несі өсіп тұр ғой, сабақ өсіп тұр ғой. О, қандай дейді? Сен фри жейсің ғой деймін да. Сол фри ғой десем. Жердің астынан шыға ма не дейді? О, фри болып шықпайды. Бірақ бала білмейді оны. Оған сен айтсаң, 3 ай бұл 3 айдан кейін шығады десең, сосын оны теру керек, сосын жуу керек, сыртын ашу керек, сосын турап қуыру керек десең, қойшы папа заказ бере салшы дейді. Яндекстен тапсырыс бере салшы дейді да. Өйткені былай өсті да, ол болды. Ол тікелей әсер етеді. Сондықтан біз қазір 2-3 жыл кетті ғой, балалар соткасыз, үйде телевизорсыз. Маған жақсы, бірақ кейбір шындығында уайымдаймын. Өйткені балам келеді. Әке, сен білем, үлкен ұлым енді 11-де ғой, үлкен болып қалды ғой, негізі ақыл тоқтатқанда бөлемін. Айтады, білем сенің ниетіңді дейді да. Білеміз, яны да білем дейді. Бірақ мен дейді сыныпта жалғызсырап қала берем дейді. Өйткені бәрі бір-бірімен онлайн ойындар ойнап жатыр дейді да. Мен былай отырып сөйлесетін жоқ дейді. Яғни сен бір отшельник болып қала ма деген де қорқыныш бар. Иә. Бірақ ойлаймын енді. Лучше сондай отшельник болсын. Бірақ айттым, 10-11 сыныпта соңғы айфоныңды алып берем, соңғы айпадыңды алып берем, и соңғы мощный ноутбугыңды алып берем. Өйткені ұбт-ға дайындалуың керек. Бірақ оған дейін жоқ дедім. Окей. Қалды, енді көреміз. Көнді ма? Сіз, получается, бала шағаңызды уже бір определенный бір зерек жасқа келіп қалған кезде тәрбиелей бастадыңыз ғой қайтадан, то есть перевоспитание жасадыңыз ғой, иә? Бұған дейін білмедім ғой мен. То есть это возможно. Сразу айпадымды алып бердік. Ойбай, iPhone 12 шыққан кезде балам, үлкен ұлым кішкентай еді. Ойбай, соның iPhone 12-сі болды оның. Одан кейін 13-ін апасы алып берді. Сөйтіп бұл деген андай менің ойымша современный болды да. Бірақ кейін түсіндім мен. Как раз Эндрю Хюберманның жаңағы экранның миға әсері дегеннен тыңдадым да подкаст. И сол подкаст үйге қарай тыңдап келе жатырмын машинада, көлікте. Үйге келдім кешке, осы 3 жыл бұрын. 1 сағат пробкамен барам, ол спутник жақта тұрам. 1 сағат пробкамен барам, сөйтіп соны қосып қоям подкастын. Үйге кірдім, келіншегіммен сөйлестім, тыңдаттым, айттым. Мынан құтылуымыз керек мына бәледен. Мен жұлып алуыма болатын еді қолынан, бірақ жоқ, мен келістім. Балам, мына соткаңды маған беруің үшін мен не істеуім керек? Ол айтты, компьютер алып бересің, жарайды, соткаңды берді. Компьютер алып бердім да, бірақ одан да өкініп қалдым. Өйткені анау, мен өскен кезде Counter-Strike, безобидный мүбәрак Counter-Strike екен. Халалдау ма? Халалдау екенше, сен адамды атасың болды. Мынау Counter-Strike не мынау? Компьютер алып бердім үйге, жаңа ойбай игровой миллион бір бәлеге алдым, бүкіл крутой креслосымен бәрін ана жанатын өшетін барып, мына компьютерді алып атсам, ана жігіт күледі да, это для него что ли дейді да десем, слишком мощный компьютер береш дейді да, мен жарайды енді алдық қой енді деп сөйттім да, бір аптадан кейін сатып жібердім оны. Неге? Бізде күнде кешкі 8-де кітап оқу уақыты үйде. Қатып қалған заң ол, андай не болса да тоқтатамыз да. Сөйтіп, балам еш проблемасыз үлкен келетін. Кітап оқу жиналыңдар деген залға отыратынбыз да. Компьютер пайда болғалы, қазір дей бастады да бұл. Ондай енді жарайды түсінемін деймін да, енді ойын ғой, бітпей қалды, неше страшно. Бірақ агрессия көрсете бастады бұл. Қазір дедім ғой деді бір күні. Оп, қалай болды деп. Сосын бір күні күндіз ойнап отыр екен. Берші мен көрейін дедім. Мен Counter-Strike, баяғы Counter-Strike білетінім ғой енді. Мынау бір новый ғой. Сосын бәрі онлайн екен. Сосын әке тыңдамай қойшы, бұл сезіп тұр ғой нәрсен. Мен білмеймін. Мен қызық емес қой деп құлағыма салып қойдым наушник. Ойбай, ана жерде 5 минут отырамадым ғой мен. Анандай көп тілде, анандай көп разновидность боқтау сөздер мен естімеппін өмірімде ше. Орыс тілінде сондай әдемі боқтау сөздер бар екен ғой. Не болып кетті деймін да аналар. Боқтап жатыр ғой анау. Өлтірдім деген сөзді өлтірдім деп айтпайды ғой. Боқтап айтады ғой ананы.
ана есіктен шықты дегенді шықты деп айта алмайды екен ғой олар. Он вышел с двери демейді ғой ол. 98% боқтау. Сосын ашынып шештім. Айттым, балам, компьютеріңді сатып маған дедім. Қойшы бір нәрсе деді. Айттым, любой нәрсе айт. Келісейік. Біріншіден мынаны үйреткім келіп жатыр. Келісуге болатынын үйреткім келеді ше, ұлыма. Келісуге болады. Ол даже әкесімен келісе алса, ертең любой басқа адаммен негізі қорқады кішкентай кезінде әкесінен. А басқаны қойшы, барып келісеміз деген сияқты. Сол айтты, Барселонаға апарасың мен онда деді. Камп Ноуға апарасың, сосын жаңағы Реал Мадридта, жаңағы Сантьяго Бернабеу. Мен білмеймін да, оны атын да білмеймін ғой. Қызық емес футбол ше. Сантьяго Бернабеу жарайды дедім. Сонымен компьютер сатып жібердік. Сатып жібердік. Минусқа кеттік десең. Ол проект жабылды. Бірақ одан кейін жаңағы Сантьяго Бернабеуге барып қайттық. Кеше барып қайтқандарыңыз осы. Иә, 2 апта бұрын барып қайттық қой. Осылай келатырмыз әйтеуір, білмеймін пока. Сөйтіп басымызды ұрамыз, сосын ой дейміз, реттеп қоямыз. Тағы да басымызды ұрамыз. Мысалы қазір 9-шы сыныптан кейін алып беремін деп отырмын. Білмеймін, ол уақытқа кейін қалай болады, бәлкім айнып қалуы мүмкін. Бірақ ОБТ-ға керек деп ойлап тұрмын да. ОБТ-ға керек. Сондай. Тәрбие сұрағында бала шағаңызмен келісесіз ғой барлық сұрақтарда, иә, барлық жерде. Сіз сонда ұрыспайсыз ба бала шағаңыз? Мүлдем. Кіші ұлыма анда-санда болады. Енді ол андай ғой, ерке ғой. Ол ерке, ол бұзық. Ол істеме деген нәрселер істейді. Ана үлкен істемейді. Бүгін ғана мысалы мен айтам да, белден төмен сен ешкімнің денесіне тиюге сен қақың жоқ деймін да. Ана кіші ұлыма ше. Ол бүгін анау үлкен ұлымды бір нәрсе жынын келтіремін деп соны шұқып жатыр да. Ойнап атып бір істеп, сосын сол жерде ей деп айттым ғой мен саған деп қалдым. Өйткені бұл тақырыпта бір не жоқ сияқты, андай не толеранс жоқ. Сен тие алмайсың, ешкімнің денесіне тиюіңе болмайды сені. Бұл жерде былай айтып көрдім, болмады. Бәлкім енді басын анау жаңағы амигдаласы қорқатындай болып қалу керек па, бүйтіп қол жақындағанда дірілдеп кету керек па, білмеймін, ол сондай бола ма. Айтпесе апасына. Сондай сәттерде болып қалады. Так сөйлесем келсем. Давай келісейік. Сен не ұсынасың, мен не ұсынамын деп келсем. Соны мен естіп алғанмын жаңағы Жан Пьеженің кітаптарынан, бала тәрбиесінен. Сонда келісуге болады деп, кейін мен өзім жаңағы бір курс, бір нәрсеге қатысқан кезде сол бір 2021-лерде бір еркектерге арналған курсқа қатыстым. Кейін хейт болып кетті ғой кішкене оған, бірақ енді көп нәрсе берді, иә. Нәрсе берді. Сол жерде ол кісі бірінші күні бізге мынаны үйреткен, келісуге болады деген. Любой жағдайда, любой адаммен келісуге болады дегенді үйреткен. Кәдімгі на практике. Содан мен ойлағам, мәссаған, мен бұны білмейді екенмін ше. Мен бұрын ойлайтын, жоқ десе, жарайды деп, болмады деп кетіп қалдым да. Содан кейін мен келісуге бастағам. Қалай шешсек болады, сіз маған жолын көрсетіңіз деп. Сосын ойладым, баламды сөйтіп үйренсінші деп ше. Өйткені ана үлкен ұлым әсіресе, мен жоқ деген сөз, ол заң бітті. Бірақ ол менен кейін ертең ол өскеннен кейін өзінің бастығының да несін заң деп қалады, кез келген басқа адамның да несін заң деп қалады. Соны келісіп көрейік деген ой болса деген. Иә, машалла. Керемет. Просто менің бұны сұрап отқан себептерім негізі бала тәрбиесінде қазіргі заманда бала тыңдамайды ғой ешкімді. Өйткені қазір қандай заманда өмір сүріп жатырмыз? Қазір тоқшылық заманда өмір сүріп жатырмыз. Қазір балада не жоқ, мотив жоқ жалпы саған сенің айтқан сөзіңе келісуге. Өйткені біз өзіміз өте травмированный, өзіміз қорқақ болып қалған, үрейде өсіп, баламызға бәрін береміз деген ниетте, сөйтіп еш нәрсесін ұрыспай, оның үстінде шаң түсірмей бүйтіп өсіргеннен кейін қазіргі балада действительно запрос жоқ қой неде. Сенің көнуіңде, көнбеуіңде оған қызық емес қой, өйткені ол тоқ қойған стремление керек емес, ода барлық нәрсе бар деген сияқты. Бұндай ситуацияда, бұндай әлем осындай жағдайда келатқан кезде қалай сіз өз бала шағаңызды определенный военный методпен тәрбиелеп аласың. Бірақ келісу деген нәрсе ол керемет. Мықты екен. Маған бағана не қызық болды да, 8-ден кейін свет сөнет деген нәрсеге қалай көнді деген ше, айналаңыздағылар. Бұл сұрақты не үшін қойып жатырмын? Қазір қарапайым халық көреді ғой бізді, барлық адам көреді бізді, қазір халық көреді. Сол жерде бұл негізі барлығымыздың істеу керек әрекетіміз.
иә. Өйткені гамма-аминомасляная кислота деген бізде нейротрансмиттер бар мида. Мынау как раз височная часть областьта бөлінеді ортада. И его называют это ручной тормоз головного мозга, да, то есть ол кешкі сағат осы асыр мен мағриптің ортасында ол жайлап бөліне бастайды. Мағриптан кейін ол полный бөлінеді уже. А ол бөлінген кезде оның мақсаты қандай? Оның мақсаты мидың активности бета фазасы бар, соны жайлап альфаға түсіру керек. Альфа деген состояние андай расслабленное состояние. Соған жетеді, альфаға келген кезде уже активный сонға кіре бастайды да. Енді мынау болу үшін, бағанағы ручной тормоз жұмыс жасау үшін, действительно научно доказанный факт бар, адам қараңғыда болу керек. То есть кәдімгі естественный қараңғылықты ол өзінің көзімен күнді шығарып салу керек деген нәрсе бар да. То есть и күн батқан кезде свет өшу керек деген сияқты, күн батқан кезде уже телефонның өзі де уже сәл қараңғылау болу керек деген сияқты. То есть ол биологиялық тұрғы болсын, физикалық и психологиялық тұрғыда да ол өте дұрыс нәрсе біздің миымыз үшін. Если хочешь здоровый мозг, должен следовать биологическим ритмам деген нәрсе бар. Хочешь ты этого или нет. Мысалы үшін қазіргі тревожность неден болып жатыр. Мен өзім жалпы именно осы нейротрансмиттерлер бойынша жұмыс жасаймын. Мен өзім бағытым сол да. И мен қазір қанша адам келеді, күніне 3 адамнан қараймын, 5 адамнан қараймын кейде. И барлығының нәтижесін қарайтын болсаң, барлық адамда бағана гамма-аминомасляная кислотамен проблема бар. Именно переход, сбитый страшный переход из фазы бодрствования в фазу замедления, он очень сильно сбитый. И в какую сторону он сбитый? Қазір көп адам, енді процент тажды айтпай қойын, но маған келетін адамдардан 3-інің 2-і ұйықтамайды. Олар талады. Олар в обморок бады. Біз обморок деп нені айтамыз? Биохимияда обморок деген нәрсе глубокий сонның аз болуы. Тетта сондар бар ғой, соның аз болуы. А қазір 1,5-2 сағат максимум люди погружаются за всю ночь глубокий сонға да. То есть уже енді қазір нелер бар ғой, вуп бар, замерлер бар, неше түрлі нәрсемен көруге болады. И адамдар қазір ұйықтаса да ұйықтамайды да, өйткені замедление фазасын өткізіп алады. И действительно барлық адамға шынайы рекомендация: күн кеткен кезде үйде де сондай атмосфера создавать ету өте маңызды нәрсе. Күн шыққан кезде үйде де сондай атмосфера создавать ету өте маңызды, потому что ол енді из состояния замедления в бодрствованиеға шығу үшін адамдар айтады ғой, азында тұрсам да шаршап тұрамын дейді. Конечно, шаршап тұрасың, әлі денең оянған жоқ, көзің оянған жоқ, полностью не blackout, терезелердің барлығы, светтің барлығы өшіп тұрады, обед далада 2, бірақ сен әлі қараңғылықта салқын жерде жатсың да, конечно, оянбайды ондай кез. И вот осы жерде сұрақ: қалай келеміз оған? Сіз қалай келдіңіз өзіңіз жалпы бағанағы фаза замедлениені өткізіп алмауға? Өйткені самый қазіргі заманда Алматыда это же самый активный период. Сен либо пробкада тұрасың, либо біреумен встречада тұрасың, либо бір жерде жүресің, обязательно сол уақытта ше. Қалай келдіңіз соған? Сол қызық болып жатыр. И өміріңіздің качествосына в худшую сторону не повлияло, потому что біз психологически қорқатын нәрсеміз сол ғой. Қалып қоямыз деп ше. Вот сол жағын өте қызық. Алдыңғы апта бір жігітпен разговор жасап отырмын. 21 жасар жігіт екен. 21 жасар жігіт үшін слишком көп жетістікке жетіп қойған. Слишком ақша тақырыбында. Ойбай, енді мощно. Машаллах, молодец жігіт. И әңгімелесіп отырмыз, бір кезде бүйтіп айтып қалды: Азеке, сонда сіз қазір сағат 8:30-да ма бітті неміз сессиямыз, мен қазір кетемін. Сонда барып жатасыз ба деді. Үйге барамын, үйден жатамын дедім. Азеке, өміріңіз қызық емес сияқты ғой деді да. Мен жаныма тиіп кетті ше, мен анда мен қызық емес дейсің ба дедім. Біз уже сессия бітті. Сосын шығып барып әңгімелесіп отырмыз ғой. Сосын мен айтамын: биыл қанша кітап оқыдың деймін. Білмеймін дейді, бір 2-3 деймін. Мен 45 кітап оқыппын деймін. Бұлай болмайды енді, бірақ ана білмеймін, жаныма тиіп кетті жігітше. Сосын қанша мемлекет араладың дедім. Сосын Дубай деді, Түркия деді. Мен 50 дедім. Сосын қандай хоббиларың бар дедім. Сосын мен қатты хоббим жоқ дедім. Мен мен айналсам дедім. Менің өмірім қызық сияқты дедім. Болды, әзірге сізді қызық екен дейді. Енді ол жерде мақтанып кеттім ол жерде. Бірақ мынау в совокупности общий қосқан кезде, может мен кешке бір кісімен тусаға бара алмай қалуым мүмкін. Ертең бір мен блогерлар жиналып бір нәрсе жатыр екен, бәлкім мен ол жерге бара алмай қаламын. Бірақ былай ұзақ мерзімді қараған кезде өте қызық ше, өте қызық. Бірақ өте тәтті, қалай айтсам, тартымды ғой. Мысалы алдында бір таныс кісі не ашты,
фитнес центр ашты, мықты қылып, ойбай, жұлдыздар барлығы. И мені шақырды жаңағы несіне, дейді оны, не дейді, открытиясына ма? кофе, чайпитие сияқты бір нәрсе, бірақ кешке мен барғым келіп тұр, ана блогерлармен көріскім келіп тұр, танысқым келіп тұр, бірақ жоқ, мен ұйықтайтын уақытым. Содан кейін ана сандықтың ашылуына шақырды Шымкентте, осы 1-2 апта бұрын. Бардым. Жұлдыздардың бәрі жүр. Ана мен ұялатын жұлдыздар, ана кәдімгі ұялам, ана блогерлардан білмеймін, қасына баруға ұялам. Мен ұялатын елдер, бірақ сағат 9:45-те мен жақсы сау болыңыздар деп кеттім. Кейбір жерлерде қиялам, бірақ бұл маған ұзақ мерзімді жетістікке үлесін қосады барлығы. Енді балалар тақырыбында, мысалы бізде Wi-Fi жоқ үйде. Бұл менің қолымдағы мәселе да, мысалы бір үйдің еркегі ретінде. Ана алдында айттым, ана кісі менде 5 баласы бар деп, контролер етемін. Мен сол кісіден сұрадым, балаларыңыз интернеті бітпей ма сонда дедім да. Олар жаңа кештен бастап болды дейді, сотықмен бәрі жеке барлығы сотықмен жатады дейді. Сосын мен айтам, Wi-Fi интернеті бітпей ма десем, семейный деген бір тариф алып қойғам дейді. Ол не десем, 140 гигабайт береді дейді. Неге алып қойдың сен оны деймін да? Сосын ай сайын 40 мың теңге ма төлейді екен. Соған 6 адам қосыла алады екен. Бәрі сода жүр екен да. Айтам, несін гигабайтын азайды балалардың. Азайды. Сосын анау жаңағы 18-ден асқан балаға жоқ уже. Сен оған гигабайт алып бермейсің. Ол жұмыс істесін, бір нәрсе істесін. Жаңағыдай, сіз бәрібір сіздің қолыңызда деймін да. Wi-Fi өшсін. Жоқ Wi-Fi. Не керек? Мегабайт бітіп қалады болған. Бітіп қалса, келесі ай есептеп қолданады. Значит, бұл ай дұрыс емес қолданды. Енді ол есепте алу керек. Менде 4 гигабайт бар. Ол мына нәрселерге жетеді. Болды деген сияқты. Өшіріп тастап бәрін деймін да. Сол нәрселерді азайтқан кезде сізге ұйқы қызық болады. Wi-Fi жоқ, YouTube жоқ, мегабайт жоқ, сотка жоқ қой. Не істейсің басқа? Ұйықтамағанда не істейсің десеңші? Анау футбол туралы қалың бір кітап бар, қызық екен. Бірақ 265 сондай да, әрқайсысы 11 кітап екен анаушы. Молодцы, американецтер шығарып тастаған ғой. Енді орысшасы переводы ғой. Меломанда бір данасы 4800-5000 бір бөле тұрады. 11 данасын бітіріп тастады ғой, мен 10 жасар балам. 11 кітап, 300 беттік примерно орташа. Бітіріп тастады бәрін. Неге? Қызық еткені. Басқа жоқ қой. Альтернатива жоқ десеңші, телефон рет. Жоқ қой. Солай өміріңді сөйтіп істеп тастау керек сияқты. Ол жерде бірақ енді бағанағыдай определенный минустар бар, но в долгосрочной перспективе ол минустар бәрібір минус емес дейсіз ғой. Минус емес ол. Минус емес. Лучше мынандай қылу керек қой. Саған подстраиваться ету керек қой енді. Мен сыныптастарыммен жиналатын кезде олар айтады. Баяғыда мысалы 8-де жиналайық дейік, олар 9-да келеді, сосын сондай да. Қазір айтады, ана азамат 9-да кетіп қалады, кешікпегендер деп. Қазір сыныптастарымыз 7-7:30 жиналып аламыз, 9:30-да мен кетемін. Олар да кетеді уже. 2 сағат жетеді негізі әңгімелесуге. Таза әңгіме болса. Езіп отыра берудің қажеті жоқ дейсіз ғой. Машалла, керемет. Сонда тұжырым жасайтын болсақ, бүгінгі ненің резюмесін шығаратын болсақ, таңда тұру үшін, жалпы өмірді осындай қылып реттеу үшін, значит, бұл біздің ойымызда бағанағы совет үкіметінің нелері бар ғой, идеологиясы бар ғой, әлі миымызда ше бағанағы ондай. Бұл контроль, бағанағы сіздің айтып жатқан самоконтроль ғой, енді бұл өз-өзіңді қадағалай алу, өз-өзіңді бір дисциплина, бір рамкаға салу, біздің миымызда бұл андай бір не көрінеді да, құлдық сана ретінде, как будто вот типа так неправильно, дұрыс емес, бұл кезде мен өзім еркіндігімді, ерік-жігерімді жоғалтып аламын деп ойлайды да адамдар. Хотя на самом деле негізі шынайы былай қарайтын болсаң, сіздің өміріңіз пример бұған. Как раз таки өз-өзіңді бір рамкаға тыққан кезде өмір басталады деген не ғой, негізі мағынасы сол болып тұр ғой. Сіздің неге 10 жылдан бері осы бір ритмді ұстанып жүрсіз? Егер сізге ол нәрсенің ләззаты болмаса, пайдасы болмаса, бір үлкен мағынасы болмаса, оны ұстамас едіңіз ғой. И нәтиже неизбежный бір нәтижелер. Анау алдыңғы жылы бір нәрсе үшін керек болып қалды. Не үшін керек болды? Анализ тапсыру керек болды. Сосын УЗИ жаңағы брюшной полость деймін. Брюшной дұрыс қой, басқа нәрсе айтып жүрген жоқпын ба?
жоқ брюшной дұрыс. Соны музейге барып едім, ана кісі үлкен кісі, әйел адам ән түсіріп жатыр да қаншадасыз дейді да. 35-темін деймін. Ей, мынау сіз қайдан шыққансыз дейді да. Не болды деп күлемін ғой. Тап таза ғой бәрі дейді да. Бір не жоқ қой мында дейді да. Ішпейсіз ғой дейді. Ішпеймін дедім. Шекпейсіз бе? Шекпеймін дедім. Бәсе дейді. Ей, дегенмен сіз қалай бұл дейді да. Енді қараңыз, ішпесеңіз, шекпесеңіз, бірақ режим быт болса, түнде ұйықтамасаң, бәріне болса, бәрібір ол бір жерден көрінеді ше. Білмеймін, бір жерде тас болады, бір жерде білмеймін, ісік болады, бір нәрсе болады. Мынандай оны мәссаған, мен соңғы бір жылда мынандай адам көрмедім мен дейді. И бұл андай емес. Ол мақтаныш емес, бұл норма. Бұл сен крутой емессің. Должно быть, сен нормальныйсың. А бұлай болмаса сен просто минустасың. А есть супер адамдар, мысалы Криштиану Роналду сияқтылар. Супер денелер олар, да, биологически. Супер. Біз нормамыз. Норма. Просто сіз ондай болмасаңыз, значит сіз просто минустасыз. Мен мақтанып отқан жоқпын деген бұл просто норма. И бұл нәтиже ғой. Нәтижесі неизбежно келеді сізге. Сіз оны қуаламайсыз, өзі қуалап келеді. То есть екінші фокусты нәтижеге қоймаймыз, фокусты жасап жатқан іс-әрекетке қоямыз. Бұл жерде процессное мышление деген нәрсе бар. Ең маңызды нәрсе, сенің енді адам фокусты нәтижеге қоймау деген нәрсе, соның өзі адамның миына қиын естіледі, потому что по-любому бір нәтиже күтеміз біз. Сол үшін күтіп жатқан нәтижеңіз жасалған іс болсын. Сделанное дело пусть станет и результатом деген нәрсе. Мысалы үшін мен өзіме тренировканы қалай айтсатамын, өте жалқау адаммын негізі. Тренировка деген нәрсе мен үшін әрдайым төбелес ше. Тренировканы қалай айтсатамын өзіме, маған ертең тренироваться етемін деген идея жоқ менде ше. Именно тренировкаға қатысты. Маған бүгін жетіп алсаң болды, главное. То есть уақытқа байламаймын. Самое главное бүгін тренировкаға жетіп алсаң болды деп күніге сол идеяны сатасың. То есть мен үшін залға бару нәтиже. Салмақ тастау емес. Ол сен залға баратын болсаң, міндетті түрде салмақтың өзі кетеді. Міндетті түрде сен уже жайлы тамағыңды азайта бастайсың деген сияқты барлық нәрсе келеді. Калориймен де тура сондай. Бақыт гормоныңыз бөлінеді. Уже рахаттанасың, адреналин бөлінеді деген сияқты. Дұрыс адамдармен танысасың. Машалла. То есть нәтижені жасаған ісіңізді нәтиже формасында қарасақ, сіздің жалпы бұл неңіз екен да, қағидаңыз екен да, машалла, өте керемет. И үшінші береке. Охотник за береке. Кішігіне. Машалла. Берекенің практикалық жүзінде берекені көрген адамдардың несісіз да, сіз амбассадор, показательсіз. Машалла. И сол нәрсені біз енді сұрақ бұл жерде мынандай ғой. Таңда тұру, мысалы үшін адам темекіні не үшін шегеді, арақты не үшін ішеді. Оның артында жатқан бір мағына бар. Ол темекіні тәтті болған үшін, арақты керемет бір сусын болған үшін ішпейді. Арақ ішкен кезде оның ой өрісі ашылып, ол адамдармен сөйлескісі келіп, анық болып, бір құшақтағысы келіп адамдарды сондай болады. Ол еще қорқыныш кетіп қалады автоматически. Наркотаға да сол үшін барады. Ана процестің өзі жақсы болғаннан емес, одан кейін келетін нәтижесіне да. Бұл жақта да тура сондай екен да. Азекеңнің айтуы бойынша, қиын. Бұл просто сізді біз робот деп санаймыз ғой кейде қараған кезде бір нәрсесі басқаша шығар деп. Жоқ, сізге де қиналасыз. Сізде кейде кеш жататын кездеріңіз болады, кейде анау болады, мынау болады. Қиын, но процесс стоит того. Мысалы үшін осы нәрсені істейтін болсақ, түбінде по-любому нәтиже келеді. Сол үшін өздеріңізге таңғы уақытта тұру деген нәрсе идеяны сататын болсаңыздар, бұл жерде таңғы уақытта тұру деген идеяны сатпаймыз, оның артынан келетін бағанағы берекені сатамыз да. И сатқан кезде қаласаң тұр, қаламасаң тұрма. Тұру маңызды, бірақ конкретно саған парыз емес, өзің білесің. Мынандай нәрсені қаласаң тұр. То есть ол керемет бағанағы сіздің бұл қай сөзіңізден келіп жатыр бұл ойлар, келісу деген ше. Сіз бала шағаңызбен келісердің алдында бірінші өзіңізбен де келісесіз ғой. Машалла, Алла разы болсын. Рахмет үлкен сізге.